Саламатсыздар ма? Мен Бегалиев Жұмағали Жұмаханұлы Қазалы аграр-техникалық колледжінің ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану мамандығының арнайы пән оқытушысымын. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ірі панельді гипс-бетонды бөлгіш қабырғаларды монтаждау. Ірі панельді бөлгіш қабырғаларды дайындау. Панельді дайындауға арналған қалып, бұл панельдердің өлшемдерін, стенд өлшемдерін өзгертуге болатын борттық қалып. Панельді дайындау вагонеткаға құрайтын қалыптың шетіне 100-100 қимасы бар ағаш арқалықты төсеуден басталады. Содан кейін қалып сабын эмульсиясымен майланады. Су мен сұйытылған сабынның арақатынасы 1:4. Әдетте бөлімдерді жасау үшін 1 кг гипске 1,5 кг шлак, немесе 1 кг гипске 2 кг шлак қосылып дайындалған бетон қолданылады. Үлкен панельді бөлімдер 5500 мм 3500 мм-ге дейінгі стендте көлденең қалыпта жасалады. Тік қалыпта ірі панельді гипс, шлак, бетонды қалқаларды дайындау. Қалыптау қондырғысы ағаш қалыптау қалқандары бекітілген 2 кеңістік металл фермалардан тұратын тік жылжымалы пішін. Пішін қалыңдығы 8-10 см болатын бөлімдер жасалған. Қалыптың қалқандарының сыртында И7 типті 16 вибратор орнатылған. Әр қалқанға 8 данадан. Гипс, шлак, бетон қоспасын дайындаудан, пішінді діріл қоспасымен толтырудан, қалыпталған панельді бөлшектеуден, оны қалыптан қойма камерасына шығарудан тұрады. Қалыпталған панель 12-15 минуттан кейін босатылады. Ірі панельді бөлгіш қабырғаларды монтаждауды алдыменен олардың орналасу орнын өлшеп белгілеуден бастайды. Панельдердің білік сызықтарының қалпын бөлгіш қабырғалар мен басқа конструкцияларға бөлу, бояу жағып немесе таңба салу арқылы белгілейді. Бөлгіш қабырғалардың негізгі қабырғалар мен түйісетін тұстарына қалыңдығы 3 мм жалпақ болаттан жасалған шаншқы қапсырма салып бекітеді. Оның өзін ағаш тығынға ерш, бұдыр қазықша қағу арқылы, ал бөлгіш қабырғаға шегемен ұстатады. Бөлгіш қабырғалар түйісетін әр тұстың вертикаль қабатына қос қапсырма салып бекітеді. Алдыменен бөлгіш қабырғаларды монтаждаған кезде бағышталған қызмет арқылы қапсырманың айыр ұштарын ажыратылған күйінде салады. Бөлгіш қабырғалардың пландағы және вертикаль қалыптардағы орналасу орнын өлшеп тексерген соң шаншқы қапсырманың ұштарын қысады және ұзындығы 125 мм шегелер арқылы бөлгіш қабырғаға қағып бекітеді. Ал қапсырманың қарсы жағына өткен шеге ұштарын қайырып тастайды. Қапсырмалардың бөлгіш қабырғаның бетін тегіс жымдасатындай болуы үшін оған ұзындығы және қалыңдығы қапсырманың жалпақ ұштарына дәл келетіндей етіп алдын ала ойықтар жасалады. Жаппаға панельдерді қалыңдығы 4-5 мм болып келетін болат пластиналар салып бекітеді. Оларды қос-қостап шахмат тәртібімен бір-бірінен 1,5-2 метр қашықтау етіп орналастырады. Болат пластинаны жаппадағы бұрғылап жасалған тесікке салады және шегемен бөлгіш қабырғаға қағып бекітеді.
темір бетон парагондарының астына орнатылған бөлгіш қабырғаларды оларға болат пластиналар арқылы ұстатады. Оны парагон мен жаппаның бетіне қысып тығыздау үшін планканың бірін тік, ал екіншісін имек етіп жасайды. Планкаларды панельдің және парагонның жазық бетіне жымдастыра салады. Ол үшін бұларға алдын ала кертпе ойықтар жасайды. Бірінші планкада бұрандаға арналған тесіктер дәлдеп жиек салады. Сондықтан бұранданың жалпақ басы планканың шетіне дәл жымдасады. Ал екінші планкадағы тесікке осыған сәйкес винтті ойықтар салады. Бұған бұранданың ұшы бекітіледі. Жаппадағы бұрандаға арналған тесікті бұрғылау машинасымен жасайды. Тұрақты бекіткіштерді әрбір 1,5-2 метр сайын орнатады. Пәтер аралық бөлгіш қабырғаларды орнату кезінде панельді жаппа плитасына тиіп тұрғандай етіп парагонға іргелес салады. Ал екінші панельді парагонның астына келтіріп орналастырады. Парагонмен қатар орналастырылған панельді оның монтаж ілмектерін парагонның ілмектеріне бекіттіріп бұрау арқылы және мұнымен қоса екі планканы жаппа панеліне төсенішіне қысып бекітеді. Ал парагонның астына орнатылған бөлгіш қабырға панельдердің қалыңдығы 5 мм болат пластиналар салып парагонға бекітеді. Бөлгіш қабырғаларды ғимарат конструкциясына бекіту жалпақ қимасы 30-30 мм болып келетін стандартты бұрыштардың көмегімен атқарылады. Бұрыштамаларды қабырғаға немесе басқа конструкцияларға бекітетін ұзындау жағына диаметрі 4-6 мм тесіктер жасайды. Осы тесіктер арқылы дюбель шегелер қағып бұрыштамаларды іргелес конструкцияларға бекітеді. Сөйтіп бөлгіш қабырғаның екі жағын ала қос-қос ұстап орнатылған бұрыштамалардың қысқа жақтауларын оны екінші жағына қысып тұрады. Дюбель шегелерді монтаж пистолетімен кіргізеді. Бөлгіш қабырға панельдерін 4 адамнан құралған звено монтаждайды. Олар кран жүргізуші, 3-ші разрядты такелажшы және конструкцияларды құрайтын 2 монтажшы. Біреуі 5-ші разрядты, екіншісі 4-ші разрядты. Монтажшыларды жұмыс орнын ұйымдастыру схемасы суретте көрсетілген. Жұмысты мынадай реттілікпен атқарады. Такелажшы қоймада тұрған панельдерді қарап шығады. Сүймен салып монтаж ілмектерінің беріктігін тексереді. Панельді шаң тозаңынан тазартады. Бұдан соң такелажшы төсеніш сатыға шығып, бөлгіш қабырғаның барлық ілмектеріне іліп строптайды. Панельдерден 4-5 метр аулақтау тұрып, кран жүргізушіге панельді 20-30 см көтеру туралы бұйрық береді. Строптаудың беріктігіне көз жеткізген соң сигнал береді және панельді орнату орнына жеткізеді. Бұл кезде монтажшылар панель орнату үшін орын дайындайды. Монтажшы күрекпен таяныш орынға ертінді әпереді. Ал екінші монтажшы оны күрекпен немесе сылақ қалағымен тегістеп жаймалайды. Бұдан соң ертінді төсенішке панельді изоляциялау үшін 2 қабат толь салады. Кран жүргізуші монтажшылардың берген сигналы бойынша панельді орнататын орынға жеткізеді. Ал монтажшылар оны ертінді төсенішпен 20-30 см биіктеу тұстан қабылдап алады. Салынатын орынның үстіне бұрып әкеліп
және қабырғаға бекітілген қапсырмаларға қырымен дәлдеп кіргізеді. Бұдан кейін монтажшылардың бірі берген сигнал бойынша кран жүргізуші панельді дайын төсенішке жайлап түсіреді. Монтажшы строптардың тартылған қалпында қапсырмалардың ұштарын балғамен ұрып қысады және шамамен қапсырмалар үшін ойықтар жасай отырып оларды шегемен панельдерге қағып бекітеді. Бұдан әрі монтажшылар панельді қабырғадағы таңбалар бойынша дәл орнатылуын қадағалайды. Бұл таңбалар панельдің бүйір қырларының қалпын көрсетеді. Жобадағы қалыптан өзгеше ауытқуларды сүйменнің көмегімен түзетеді. Панельдің вертикаль жазықтығын рейка тіктеуіш салып тексереді, ал оның бөлгіш қабырғаны, егер ол бұрын орнатылған элементтердің арасында монтаждалатын болса, екі жақ қырын тіреу немесе таяныштар орнатып уақытша бекітеді. Содан кейін строптардың тартылуын азайтады және монтажшылар стол басқышқа шығып бөлгіш қабырғаны босатып алады. Бөлгіш қабырға панельдерін парагондар астына орнату кезінде панель жаппаның үстінде парагонға параллель етіп 5-10 сантиметрдей қашықтау түсіреді. Жаппадан 30-50 сантиметр биік тұста панельді тоқтатады. Бұдан соң оны төмен тартып, жобадағы қалпына келтіріп, дайын негіз төсенішке жайлап салады. Осыдан кейін уақытша бекіткіштерді орнату арқылы панельді парагонға бекітеді және строптарды ағытады. Панельді парагонға уақытша бекіту үшін бұрандалы қысқышты пайдаланады. Панельдерді өлшеп тексеріп болған соң тұрақты бекіткіштерді орнатады. Уақытша салынған бекітулерді алып тастап, конструкцияның түйісетін тұстарындағы саңылауларды бекітеді. Саңылау ойықтарды алдын ала шаң қоқыстардан тазартып алады. Содан соң гипске және балшық ерітінділеріне малынған киіз немесе кендір талшықтардың салып тығыздайды. Мұнда әр тұстан жіктеріне 10-15 мм толтырылмаған орын қалуы тиіс. Осымен бүгінгі ірі панельді гипс-бетонды бөлгіш қабырғаларды монтаждау тақырыбындағы сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.